спортшылар залы деп аталады. Бұл мен оң жағында тұрған кісі Әлжан Жармұхамедов, 1944 жылы туылған. Олимпиада, Қазақтан шыққан тұңғыш Олимпиада чемпионы, баскетболшы, КСРО-ның еңбек сіңірген спорт шебері, және де 1972 жылы Мюнхен Олимпиадасының чемпионы. Келесі кезекте бұл Шоқыр Бөтекелұлы 1916 жылы туылып, 1994 жылы қайтыс болған Қазақтан шыққан тұңғыш боксшы. Біздің қазақ спортына деген қосқан үлесі өте зор. Әсіресе соның ішінде бокс өнеріне, бокстың атасы деп танимыз. Және де көріп отырғандарыңыздай, біздің спорт залымызда осы Шоқыр Бөтеке атамызға арнап есім берілген. Ішіне кіріп көрсек. Спортшымыз ол Әбілсейіт Айханов, 1938 жылы туылып, 2016 жылы қайтыс болған. Балуан, КСРО халықтар спартакиадасының чемпионы, жүлдегері, және де Кеңес одағының спорт шебері. Балуан грек-рим күресінің чемпионы, және де 1980 жылы Мәскеу Олимпиадасының чемпионы. Осы 2020 жылы Нұр-Сұлтан қаласында 2 тамызда қайтыс болды. Бұл кісінің де спортқа қосқан үлесі өте зор. Қазақтың атын шығарған әлемге әйгілі балуан.